Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбағын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ақнар Гүлстанның өліміне қатысты тергеу қалай жүріп жатыр? Ақнар Гүлстанның өліміне қатысты істі Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеп жатыр деп хабарлайды Түркістан КЗ. Кемепі түлегі 22 жастағы Ақнар Гүлстан 2024 жылдың мамыр айында Алматыдағы көпқабатты үйдің терезесінен құлап, ауыр жарақаттардан көз жұмды. Марқұмның туыстары оның өзіне қол жұмсағанына сенбей, қыздың өліміне бірге оқыған қыздарды айыптайды. Тенгриньюз қызы мәліметінше, істі қазір Алматы қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті тергеп жатыр. Адвокат Инга Иманбайдың айтуынша, іс бір жылға жуық Алматы қалалық полиция департаментінің өндірісінде болған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті істің ведомство тергеуінде екенін растады. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитеті де Инга Иманбайда істі қылмыстық кодекстің қай бабымен тергеліп жатқанын нақтыламаған. Тергеудің басқа деректерін жариялай алмаймын. Іс қандай баппен сотқа жіберілетіні және қашан жіберілетіні де әзірде белгісіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.